Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен Семей қаласының көлік колледжі коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының арнайы пәндер оқытушысы Елубаева Айжан Сәрсенғазиевна. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз өндірістік жарақат пен кәсіби аурулар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты өндірістік жарақат пен оның түрлері мен кәсіби науқастықтың пайда болу себептері мен оның алдын алу жолдарымен танысу. Бұның алдында біздің өткен тақырыбымыз еңбекті жоспарлау және ұйымдастыру болатын. Соған сәйкес келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Біріншісі, қауіпсіз еңбекті ұйымдастырудың негізгі принциптерін атаңыздар. Олар бізде бағдарлау, басқару және ұйымдастыру. Бағдарлау дегеніміз негізгі идеялар жиынтығы бола тұра, қауіпсіз еңбектің басты бағдарын айқындайды және методологиялық негізі хабарлау болады. Басқару жұмыстың жекеленген сатысында немесе кезеңінде еңбек қауіпсіздігін азайтуға негізделген. Ұйымдастыру дегеніміз еңбекті ұйымдастыруды ғылыми жолмен басқаруға негізделген. Келесі сұрағымыз еңбек қорғау жұмысының заңдылық негіздері қандай? Яғни еңбекті қорғау жұмысы қандай құжаттарға бағынады? Ол бізде әрине Қазақстан Республикасының ең негізгі құжаты Қазақстан Республикасының Конституциясы. Екіншісі Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. Үшіншісі еңбек қауіпсіздігіне байланысты мемлекеттік стандарттар, яғни ол бізде салалық стандарттар және мекеме басшысының бұйрығы, мекеме мамандарының жол нұсқалары және тағы басқа технологиялық құжаттар мен стандарттар. Ал енді біздің тақырыбымызға келейік. Жалпы жарақат дегеніміз бұл адам ұлпалары мен органдарының зақымдануы, сыртқы себептерден аяқ қолдың сынуы мен буынның шығуынан, жұмсақ ұлпаның жаралануы мен дененің сындырылуынан, органдардың зақымдануынан және көптеген басқа да жайттердің әсерінен ұлпалар мен органдардың тұтастығы мен қызметінің бұзылуы. Енді біз жарақаттардың түрлеріне және белгілеріне келейік. Жарақаттар бізде ашық және жабық болып бөлінеді. Ашық жарақатқа ұлпа мен ағзалардың анатомиялық тұтастығының бұзылуы жатады. Яғни ашық жарақаттар бізге көзге көрінеді. Олар жара, сынық, күйік, буынның таюы. Жабық жарақатқа дененің сыдырылуы, сіңірдің созылуы, бұлшық еттің жаншылуы, аяқ қолдың буынның шығуы, сүйектің жабық сынуы. Және тағы да бір түрлері жедел және созылмалы жарақаттар. Жедел дегеніміз ағза ұлпасының бір сәтте қатты әсер ету нәтижесінде пайда болған зақымдану. Созылмалы дегеніміз аз күштің көп мәрте және тұрақты әсерінен пайда болған зақымдануы. Тікелей және тікелей емес жарақаттар. Тікелей жарақаттар соққы тиген жерде пайда болады. Сонымен қатар бізде қайтымды және қайтымсыз жарақаттар бар. Енді біз жарақаттардың белгілеріне келейік. Яғни, жарақат пайда болған кезде адам денесінде осындай белгілер пайда болады. Дененің зақымданған бөлігінің ауырсынуы болады, бозаруы, ісінуі, қан кетуі болады. Дененің қызметінің бұзылуы жүзеге асады. Тағы бір белгісі адам ес түсінен айырылуы мүмкін және ыстығы көтеріліп, тамыр соғысы нашар болуы мүмкін. Үшінші белгісі артериялық қысымның төмендеуі, тыныс алу, зат алмасу процестерінің бұзылуы болады. Жарақатқа қандай факторлар әсер ететінін көрейік. Жарақаттарға негізгі мынандай факторлар әсер етеді. Біріншісі машина, механизмдер, құралдар, қосымша құралдар. Екіншісі транспорт жабдықтары, автотранспорт, жүк көтеруші қондырғылар. Үшінші құлаған, жарылған, ұшқан заттар және олардың жарықшалары. Төртіншісі үймереттердің немесе оны бөліктерінің құлауы. Бесінші
адамның биіктен құлауы. 6-шы электр тоғы. 7-ші термиялық заттар, яғни күйіктің пайда болуы. 8-ші заттар жүктер қозғалыста болуы. 9-ші уланған заттар. 10-шы суға бату. Өндірістік жарақат дегеніміз не? Өндірістік жарақаттар дегеніміз белгілі бір топтардағы немесе мекеме, саладағы белгілі бір уақыт аралығындағы жазатайым оқиғалардың жиынтығы. Яғни, өндірістік жарақаттар белгілі бір кәсіп пен өндіріске байланысты пайда болған жарақаттар. Енді кәсіби ауруларға келіп тоқталайық. Кәсіби аурулар дегеніміз не? Белгілі бір мамандыққа байланысты кәсіпорынның зиянды әсерінен пайда болатын кеселдерді кәсіби аурулар деп атайды. Кәсіби аурулар кәсіпорындардағы санитарлық, гигиеналық ережелердің дұрыс орындалмауынан, шу, діріл, тағы да басқа әсерінен пайда болады. Мысалы, шаң тозаны көп жерде жұмыс істеген адамның өкпенің шаң басуы пайда болады. Ал радиоактивті препараттармен жұмыс істейтіндерде сәуле ауруына шалдығады. Қатты дірілдейтін аспаптармен ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде тамыр неврозына ұшырайды адамдар. Яғни бұлардың барлығын біз кәсіби аурулар деп айтамыз. Кәсіби аурулар, олар туа біткен ауруларға жатпайды. Кәсіби аурулар белгілі бір кәсіппен айналысу барысында туындайды. Ал енді мұнда бізде кестеде өндірістік зияндардың сипаттамасы және солардың әсерінен пайда болатын кәсіптік аурулар көрсетілген. Мысалға, ауадағы шаңның көтерілуі бізде силикоз, антракоз, сидероз, бронхалық астмаға әкеледі. Улы заттар мен материалдардың әсері қауіпті және созылмалы улану, пневмосклероз, терінің күйуі, химиялық күйікке шалдықтырады. Атмосфералық қысымның қалыпты жағдайдан ауытқуы, төменгі және жоғары қысымдағы жұмыстар кессондық ауру және сыртқы қан құйылуларына әкеледі. Осы сияқты бізде көптеген кәсіптік ауруларға адамдар ұшырап жатады. Ол енді адамның шұғылданған кәсібіне және кәсіптің қаншалықты ауырлығына байланысты болады. Енді біз сабағымызды қорытындылай келе, өндірістік жарақаттарды алдын алу үшін 6 стандарт енгізілген. Соны атап өтейік. Оның біріншісі, ұлттық компания мен оның еншілес ұйымдарында түпкі себебін анықтай отыра болған оқиғаларды басқару. Екіншісі, экологиялық аспектілер қаупі мен оларды бағалауды идентификациялау және өндірістік қауіпсіздік бойынша тәуекелдерді басқару. Үшінші стандарт, төтенше жағдайларды жоюды ескерту, одан әрі мердігер мекемелердің жұмысты орындауы барысында қауіпсіздікті басқару. Бесіншісі, қауіпсіздік бойынша мінездік диалог. Алтыншысы, өндірістік қауіпсіздік саласындағы қызметте ішкі бақылауды ұйымдастыру. Осымен біз кәсіби аурулармен және жарақаттардың түрлері мен белгілерімен таныстық. Өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауап беріңіздер. Сіздерге мына жерде 5 сұрақ көрсетілген. Бұл сұрақтарға сіздерге жауап беру керек. Үйге тапсырма. Осы берілген мағлұматтарды конспектлейсіздер және де жаңағы өзін-өзі тексеру сұрақтарына жауапты жазасыздар. Және автокөлік кәсіпорындардағы жарақаттар мен кәсіптік аурулар тақырыбында реферат дайындайсыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.